Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан тары чизкейктің жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал бастайық достар. Бізге ол үшін талқан керек болады. Печенье кез келген, қант ұнтағы, сгущенка, бал, тары және де осы жерге түспей қалыпты. Ол ыстық сүтпен ерітілген сары май керек болады. Алдымен біз тарыға ыстық сүтімізді құйып, бетін пищевая пленкамен немесе жай тарелкамен жауып, бір шетке қойып қоямыз бұқтырып. Ендігі кезекте чизкейктің основасын дайындайтын боламыз. Бұл бізде жент болады. Ол үшін осы печеньені блендермен езіп аламын, үгітіп, одан кейін бөлек ыдысқа осы тұрған барлық ингредиенттерді салып жент дайындайтын боламыз. Талқан, оның үстіне печенье үгітілген, оның үстіне қант ұнтағын, бал, сгущенка және де ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Артық май қоспайсыздар, артық ештеңе қоспайсыздар. Дәл сол ингредиенттегіндей тура салсаңыздар жақсы шығады. Енді дайын болған основамызды формаға жайғастырамыз. Менде форма диаметрі 23 см. Астына пергамент қағазын салып, осылай дайындап алдым. Және де жарты жентімізді салып, осылай стаканның көмегімен басып, формасын келтіретін боламыз. Одан қалған жентімізді салып, осылай жан жақтарына жеткізіп, бұны да алдымен қолымызбен дұрыстап аламыз. Одан кейін жаңағыда стаканның көмегімен осылай жақсылап дұрыстап шығамыз. Осы основамыз дайын болды. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкасы үшін бізге творожный сыр керек болады. Менде Калих фирмасынікі. Алдын ала 1 сағат бұрын, 2 сағат бұрын шығарып қойсаңыздар, араластыруға оңай болады, жұмсақ болып тұрады. Творожный сырдың үстіне қантты салып бір араластырып аламыз. Одан кейін қалған ингредиенттерді салып, ең соңында алдын ала дайындап болған тарыны салатын боламыз. Және де жақсылап барлығы бір келгі болғанша араластырып, осы женттің үстіне салып, осылай лопатканың көмегімен бір келгі қылып барлық жеріне жеткізіп жайғастырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 1-2 рет жасап жібересіздер. Және де қызып тұрған пеште 100 градусқа алдымен 1 сағатқа, одан кейін градусты 140 градусқа көтеріп 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін осылай беті жылжымай, қозғалмай піседі. Осылай қолыңызбен ұстап көресіздер. Егерде начинкасы қозғалмай тұрса, демек ол пісті деген сөз. Енді толықта 2-3 сағат формасынан шешпей суытамыз. Тек суығаннан кейін ғана формасынан аламыз. Осылай оңай шешіледі, ешқай жері жабыспайды. Бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай беті жарылмай, әдемі болып пісіп шықты. Ол начинкасын міндетті түрде араластырған кезде тек лопаткамен ғана араластыруыңыздар. Сол кезде беті жарылмай пісіп шығады. Чизкейк дайын, және де әдемілігі үшін осындай құлпынаймен және де қара жүзімен әсемдеп қойдым. Ол енді міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді чизкейктердің бірі, өте тойымды болып шықты. Балаларға да қатты ұнады. Егерде осы чизкейкке қатысты сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.